ояна салады да стрессте жүреді осылай. Дұрыс кәсіп жасай ма? Дұрыс білім ала ма? Өйткені стрессте жүрген адам несін жасайды? Біздің әрқайсымыз кәсіпте үлкен нәтижеге жету үшін жасампаздық жағдайда болуымыз керек та. Ішіміз бос, маңдайымыз бос. Адамның көзінен көрініп тұрады. Сен напряжениеде отырсың, қарындас. Қарап отыр, бәрің стрессте отырсыңдар. Сен бөліме ана қарындас вообще стрессінде отыр. Өздеріңе қазір көңіл аударып қараңдаршы. Керемет, бір жақсы жерге келіп, керемет, жақсы жағдайда отырсыңдар ма? Соған отыруға тырысыңдар, бәрін тастандар. Жақсы жерге келдіңдер. Керемет заманауи құралды меңгеріп жатсыңдар. Болашақтарың керемет болады. Өткен жоқ. Менің өмірім өткенім емес, болашағым. Өткен өтті, оны ешкім қайтарып келе алмайды. Вообще өткенді ойламаймын. Болашақта оны ойлаймын. Болашақта ойлаған кезде мен керемет жақсы өмір тосып тұр. Адамдардың бәрі жақсы, мен де жақсымын. Жақсы ма? Осындай режимде отырсыңдар ма? Жасампаздық режим ба? Созидание, режиме созидание. Сондай болғанда бірдеңке сіңеді. Ал бүйтіп отыратын болсаң, ештеңке сіңбейді. Мынау бір сектаға айтып жатыр ма? Қандай пиғылмен айтып жатыр? Ойында не бар екен деген сияқты. Онда ойды шығып тұрсаңдар, шыбын болмаңдар, окей? Хайуанның адамнан артықшылығы, адам 1 жыл өтіп кеткен, 5 жыл өтіп кеткен, 10 жыл өтіп кеткен, кейде 30 жыл өтіп кеткен нәрсені миына әке болады да, ми дәл қазір болып жатыр деп қабылдайды. Адам кино көргенде жылайды. Киноның біреудің ойлап шығарған нәрсесі екенін біледі. Ал жылау деген ол биохимиялық процесс. Адамның денесінде кәдімгідей биохимиялық процесс жүруге тиіс. Жаңағы стресс болған кезде аңның денесінде биохимиялық процесс жүре бастады. Кәдімгідей биохимиялық процесс, мына надпочечник дейді, бүйрек без жұмыс істейді да, бүкіл денеге қуат айдайды, глюкозаны айдайды, бауыр, печень глюкозаны айдайды, тыныс жолы жұмыс істейді. Тез, бүкіл денең мобилизация етіп, стресс жағдайға келеді бүйтіп. Жаңағы стресс келген кезде. Ал адам кинодан сондай стресске келеді. Ойдан сондай стресс болады. Жылау деген сөз кәдімгідей адамның прям мына жылау безі оянып, ішіндегі бүйрек жұмыс істеп, бауыр жұмыс істеп, тынысы тарылып, денесі құрысып, сөйте бастау керек жылаған кезде. Кәдімгідей немене болады. Адамның хайуаннан кемшілігі артықшылық емес, ұмытпайды. Хайуан жаңа 3 минут өтті. Талай немеден көрген шығарсыздар, мире животных, немеді, ана бұғы, елік, жаңағы қасқырдың аузынан жан таласып құтылды. 2 минуттан кейін қарасаң, бақытты, жеп тұр. Хайуаннан жаңағы жан таласып, біреуін санын жұлып алып кетті, қанап, мына жер қанап, ана қасқырдың ба, аюдың ізі қалды. Бұрақтан қарасаң, деп жеп тұр. Ұмытты, миында сақтамайды ол. Былтыр мен қасқыр қуып еді ғой, былтыр анау иттің баласы деп айтып еді ғой, бір анау сен арам тамақсың деп еді ғой, осыныңды ұмытпаймын деп, іші өзіні байлап алады. Осыныңды мен ешқашан ұмытпаймын. Ұмытпайды, анау жүрмін жақта, бүйрегін жеп жатыр, асқазанын жеп жатыр, рияз болып жатыр, жоқ ұмытпаймын. Ұмытсаңыз, жоқ ұмытпаймын ананы. Керек ол маған. Неге керек? Ауырып болғым келеді. Сон ойлаған кезде, миың дәл сол қазір сенің басыңда болып жатыр дейді. Мидың бір кемшілігі осында. Түсініп отырсыздар ма? Біз стрессте неге жүреміз деген кейде үйрену керек та. Сәби қалай ұмытып кетеді? Миын дәл ондай қабылдасқан жоқ. Мал қалай ұмытып кетеді? Кез келген жәндік, тірі жәндік бәрі ұмытып кетеді. Кешегі болған оқиғаны ұмытып кетті, қазір ғана барда жемін жеп, шөбін ішіп, қайтадан бақытты сәтке келе қалды. Өмірдегі сыртқы ортаның әсерін, болып кеткен оқиғаның әсерін тазалап үйрену керек. Енді стресс деген не? Стресс деген ол денең қатып қалуы, қайғыруың, жаман ойлардың келуі. Міндетті түрде сенің өміріңе қауіп қатер төніп жатқан жоқ. Саған бір адам бүйтіп қарады. Сен бүйтіп берің, бола ма кейбір қыздар? Өзінше болыпты ғой дейді. Өзінше болып отырсың ғой өзінше. Немене? Неге кешігіп келдің сен? Жұмысқа неге кешігіп келесің, кешке дейін өсіп жүресің? Тағы бірдеңке айтты. Біреу телефон звондап еді, телефон тастай салды. Болды, түсіндім, жақсы жарайды. Болды, сау бол. Отырасың, онан кейін тамақ ішейін, сен тамақ іше ал. Неге қолы дірілдейді, бола ма? Біреумен телефонмен ұрысып қалдың.
Сен тамақ жейін десең ана қолың дірдіреді, тамақ іше алмайды, қолың терілеп, биохимический процесс жүріп жатыр. Не болып жатыр? Сенің миың айтады. Стресс сенің өміріңе қауіп төніп жатыр дейді. Өйткені біздің адамзаттың вообще пайда болып, жер бетінде тіршіліктің пайда болғанына 2.600.000 жыл болды. 2.600.000 жыл бойы біз сондай өмір сүріп келдік. Сөйтіп өмір сүріп келдік. Ол миллион жыл бұрын сен телефон, біреуін сен қарайсың, қарамайсың, самолеттен қалып қалдың, автобустан қалып қалдың, ондай түсінік жоқ болды. Жүгіріп келіп автобустан қалып қалсаң, тағы да стресске түсесің. Біреу жаман көзімен қарап, тағы да стресске түсесің. Стресс деген сөз сол кешке дейін өстіп сырысып жүру. Сынақ деп жүру. Бұның әсері қандай? Ең бірінші әсері, мысалы кәсіп жасайтын адамға, сол стрессте жүрген адам дұрыс кәсіп жасай алмайды. Өткен дұрыс кәсіп жасағанға саған көп энергия, көп саған жасампаздық режим керек. Дұрыс кәсіп жасау үшін сен оны кәсіп жасай алмайсың, өйткені сен стрессте жүрсің. Өкпеледің, ренжідің, қайғырдың, бір нәрсені ұмытпадың, бір жерге кешігіп қалдың, ертеңгіге үрейлендің, үмітің анау соны неттің, болды, сен стрессте жүрсің. Сондықтан сендер үнемі 24 сағаттың 6 сағатын ұйықтайсың, кейде ұйықтап жатып та стрессте жатасың да, жаман түс көріп. Солай ма? Сол жайт 8 сағат кейбір алаңсыз ұйықтайтындар бар, мен қызығам. Таңертең 9-10-да сөйтіп ұйықтап жатады да, шіркін ай, осылардың ұйқысын берсе де бармандайсың кейде. Қалған уақытта стрессте жүреді ол. Ойына салады да стрессте жүреді осылай. Өткен күнді ойлады, ойына салысымен, болмаса болашағын ойлады. Бүгін не болады екен, сынақ, бүгін не болады екен деп кешке дейін стресс жүреді. Дұрыс кәсіп жасай ма? Дұрыс білім ала ма? Өйткені стрессте жүрген адам несін жасайды? Ал стресс не береді? Жаңағы біреу телефонмен звондамай қойды, біреу жаман көзімен қарады, біреу телефонды көтермей қойды, біреу мынауың не деп айтты, өткендегі өкпе, болашаққа деген бір үрей, бәрі жаңағы надпочечниктен энергияны айдайды, асқазан бұзылады, эритроцит азаяды, иммунитетіміз түседі, асқазан ауруы, тынысың жиілейді. Стресс деген сол бүкіл ауруға келеді. Стресс деген жаңағы өткенге өкіну, біреудің ренішін ұмытпау, біреуге ренжідің, өкпеледің, анау алдап кетті ғой, иттің баласы ақшаны алып бермей кетті, лақтырып кетті, кешке дейін соны ойлайсың, анау дастарханның үстінде маған бір сөз айтты, елдің көзінше мені бүй деп айтты, соны ұстап жүресің, тамақ қорыту бұзылады, температураң көтеріледі, давлениең көтеріледі, асқазаныңдағы эритроциттерің азаяды, иммунитетің төмендейді, ас қорыту жүйесі бұзылады. Біттің деген сөзді жұмыс жасауға, кәсіп жасауға, бірнекен жасауға күш қуат жоқ. Күш қуатының бәрі өткендегі өкінішпен, болашақтағы үреймен күресіп жатыр. Жанталасып, қазір бірдеңе істейін десең, ештеме жоқ. Сондықтан ең бірінші білім эмоцияны басқара алу. Ең керек білім, ең фундамент эмоцияны басқара алу. Келсіңдер ме? Эмоцияны басқара алған адам, жасампаздық жағдайда жүрген адам, жебірақат, барлық жан тәнімен, махаббатпен, бір іспен айналысқан адам, сол істе міндетті түрде үлкен жетістікке жетеді. Сондықтан ең біріншісі эмоцияны, көңіл күйді басқара алу. Істеймін деген нәрсені істей алу, өзіңді түсіну. Енді бұл не білім деген кезде адамның жаратылысын білу, адамның болмысын білу. Адамның болмысының бәрі мида. Біз не істесек те мидың бұйрығымен істейміз. Сол мидың жұмысын қалай істейді, миды қалай басқара алған адам бәрін басқара алады. Көңіл күйімізде мида тұр. Бірнәрседен бас тартуда, болмаса керісінше өзіңді мәжбүрлеп істеуде адамның миында тұр. Осыны істей алған адам бәрін басқара алады.